Серікжан айналайын, міне өзіңмен танысқалда бір жылдан асты ғой енді. Солар ұйымдастырған шара барысында өзіңмен кездестім. Содан бері міне осы картина туралы ойларыңды телефонмен болса да сөйлесіп жүрдік. Кейбір нұсқаларын көрсетіп те жүрдің. Енді мен міне соның сәтті күні туып, арқаға өзіңе арнайы келіп отырмын. Таш өтіңіз ағайын. Сондықтан мен мына туындыны көріп, қазір кез келген картина, кез келген суретші, художник көп өмірде. Бірақ өзінің ұлтының ұлттық тарихи құндылығы бар дүниені ашып көрсете алатын және сол образға бағындыратын суретшілер шынын айту керек кемде-кем. Және тарихта сондай суретшілер үлкен бағаланады, үлкен жетістікке жетеді. Неге? Олардың Құрманғазының күйі бізге қандай әсер етсе, Құрманғазының кісен ашқаны, ол бұлқынған қазақ даласы. Мысалда, Махамбеттің жыры қандай мысалы? Күйде сол беріліп тұр. Ал енді сондай сияқты мына біздің суретшілердің картиналарында көрсетіледі бояу арқылы. Сіздің жасап отқан еңбегіңіз өте құнды болып саналады. Сондықтан мен сізді бүкіл шын дүниемен қазір деректі фильм ішіне интервьюіңізді жаздым. Ғалымдар өздері де келіп, бұл картинаның шынайы құндылығын өздері ашып береді деп ойлаймын. Мұна тырнақ алды үлкен еңбегіңіз, мына тақырыпқа салған. Құтты болсын. Мынау әлемдік суретте, әлемдік суретшілер дейміз ғой, олардың барлығы әрқайсысының артында сол өзінің туған жері, туған жерінің атмосферасы, олардың мысалы Ван Гогтың да несіне қарасаң, кімді қарасаң да бар ғой, өзінің туған жерін жырлайды. Ал енді туған жерінің тарихын жырлау, оның ұлттық мұң, зарын, оның бір сондай қатпар-қатпар тарих жатыр ғой бізде. Міне, соның бір қатпары болса да сәл ашылуына еңбек жасап жатырсыз. Қабыл болсын, не деймін енді? Көрермендерге жолы ашылсын, картина өзінен өзі өмір сүреді, фильм де өзінен өз. Сондықтан не деймін айналайын Серікжан? Сен де қолы алтын жігітті туған анаңызға рахмет. Рахмет айналайын. Рахмет өзіңізге де. Осы шығарманың жалпы толуына мұрындық болған өзіңізсіз. Сізге де үлкен алғысымды айтамын. Осындай мына Астанаға келіп сіз қадамыңыз құтты болсын, жұмыстарыңыз ілгері болсын. Тек қана мықты денсаулық тілеймін, аға, шығармаға табыс тілеймін. Әрқашанда осындай аға інілік сіз біздігіміз үзілмесін, отбасыңыз аман болсын енді. Рахмет өзіңізге.